Çılgın boynundan seni özledim. Her oyundan öyle düzledim. O kopyalarım beni özledim. Senin boynunda beni özledim. Senin boynunda beni özledim. Kaybolun kuvvet bölümünde köyümüzde dadamız vardı, anamız olsaydı, hakemiz olsaydı, немесе алғаш оқиғасы болсады. Енді сол ескеріп кеткен аралау үшін жастардың өз еркіне беріп, бүгін біз қаламайдың бағдарламасын бастағалы отырмыз. Және де біздің бағдарламаға хабарласып, қатысушыларымызды жақсылап қырғызтырып қойған көрерменімізге арнайы өте бағалы сыйлығымыз бар. Ол менің қолтаңба қойған бакалашканың қақпағы. Біздің Мимино бенд. Ал олай болса бастайық. Кеше Инстаграм парақшасында Ақерке сені кәленшек дейме. Темек. Мен айтып алайын. Темек шекті дейме. Не шеккені белгісіз. Жалпы сол қазақ қызына лайық па? Қазақта мақал бар. Түтінің түзу шықсын дейді. Оның не қатысы бар? Жоқ, айтайын дегенім, мен кәлем деген дүниені бұрын түсінбейтін едім. Бірақ рет шектім де тоқтай алмай қалдым деппін ғой. Мен қазір бір жыл болды шекпей жүргеніме қойып кеттім. Кеше Инстаграмда көріп қазақтың қызы кәлен шегі бұны. Екі құлағынан түтін шығып. Мен шекпеймен қойып кеткенмін. Шекпеймен. Ақерке, тынышталамыз. Осы орайда Сабираның айтары бар екен. Иә, Сабира? Иә, мен айтамды, айта салмайсың, шындықты айтады. Мысалға мен беккедім, айтамайдым, айтпаймен қоям. Осы мен алматы шыда қатырым, айтам өзіме, келем сені. Сабира. Сен, бәрін айтады. Сендер атқа міне алмайсыңдар, көкпар тарта алмайсыңдар. Сондықтан сендер әлсізсіңдер. Сендер ерке екендерін түнде дәлелдей алмайсыңдар. Өйткені сендер бар. Сондайсыңдар. Сабира, сен үнемі осында отырған жігіттердің барлығына еркек емессің деп айтасың да? Мысалға мен Шәкеннің орнында болғанда сенің аузыңды аяп жіберетін едім. Дұрыс па, Шәкен? Шаман кесе емес, шаман кесе. Ал Шәкен, сені бүкіл Қазақстанның көзінше еркек емессің деп айыптап отыр. Бүкіл қазақ елі көріп отыр. Сен қалай дәлелдейсің еркек екендігіңді? Сен қалай дәлелдейсің еркек екендігіңді? Маша апайдың сұрағы бір түрлі деді. Маша апай ма да? Маша ханым. Маша апай, еркек екеніңді қалай дәлелдейсің? Қалай дәлелдейді? Осы сұрақ па? Қалай дәлелдейді? Тыржылға жүріп өтейін ба? Қалай дәлелдейді? Еркек екенін қалай дәлелдейсің? Сабира, ауылға байқап сөйле. Еркек емессің деп, әлсізсің деп. Сен бар мені сүндетке отырғыз ба? Шәке қойдым саған деп. Айырам меселе. Сабира. Шәке, қайт орныңа. Болмаса шығып кетесіңдер. Бол, қайт. Қойыңдаршы, қорқам жатырмын, қойыңдаршы. Қорықпас, сен шытмамай қорықпас. Ақерке, неге көзің ақ деп қой? Неге жылап отырсың? Қазақта мақал бар. Жыламаған балаға не айтты мен? Мақалдар бар, яқсы. Мен шынайы эмоциямен жылап жатырмын. Бұл шынайы бағдарлама. Бізді бүкіл халық көріп жатыр. Тәрбие алады, ел алады. Ешқандай да пиар емес. Біз бәріміз бір үйдің баласындай тату тәтті болу керекпіз. Сенің ағайын болмай қойып қош. Ағайын тату болса атпайды. Шәкен. Байыздық болсын. Ақерке. Мен өзімнің. Шәкен. Сен сөйле, болмаса мен сөйлеймін. Кезекте сөйлейді. Асапай деген өлдірді. Шәкен, шығып кетесің қазір. Сабира, тағы да сенің сөздерің. Үнемі тағы бір сөз көп қолданасың. Жігіттерге айрам дейсің да, қолынан түк те келмейді. Дұрыс па, Шәкен? Айрам. Несімен айрам? Шәке қойасың. Айрам дейді сәне. Сабира, Шәкен! Қайт орныңа. Бол. Қойыңдаршы, қорқып жатыр.
Koyunlarşı. Korksan үйге барып сен ішіп өтпейді. Ahmet Keşekin, екеуіңе айтылатын нәрсе, Сабира, ары бері жүре бермей, плотно бір төбелесіп алыңдар. Ал, Нәби, үнемі пікір айтып отырушы едің, бүгін үндемей қалдың, не болды? Дүние қу, бірағын сөз етпейін атам айтқанда, біз көшпеген жылдары бар. Тұқсандардың оғыз дейін. Туысқандардың бәрі қазір кімнің әулетін оразбайды. Әулет оғанынан үлкен айтып, халықтың алдында айтпасын. Солай дейін. Пікіріңді айтса саған семья доллар өткен жоқ па? Пікіріңді айтса семья доллар өткен жоқ. Енді Шәкен, әртүрлі отбасы болады. Бека, влажный салфетка кеп тұршы. Мынау не ағызар? Мынау не ағызар? Шәкен, біреудің әулет туралы қызық болсын. Ол отбасын айтып жатыр, өзінің оразбай әулетін айтып жатыр. Қойшысың, жүрек жоқ. Шәкен, ал олай болса, біздің бағдарламамыздың ең қызық сәтіне келіп жетті. Осында отырған қатысушыларымызға үміткер келіп жетті. Бір мейі жоқ біреу көріп десе? Шәкен, Ноғат біреу көріп. Қатын іздеп кетті, басқа не іздеп? ол үміткеріміз осында отырған ең сұлу қызымызға ақерке айналайын. Саған емес, отыра бер. Осында отырған ең шабандоз жігіт керек, көкбасшы жігіт керек деп армандаушы едім. Сабира, үміткер Сабираға келді. Bir özgürlüğüm ve izlete oyuksağım beni. Başına ayttamağınız. Qanday bazar çilemesi kız siyahtı. Aman aslan kolları pıtır edin. Осы бағдарламаны ашылғанда 8 ай болды. Біреу үйленбейді. Қатын алмайды. Мына бай алмайды. Құдай алмайды. 8 минут уақытым жоқ, қанталға келдім. Ассалаумағалейкум, қарбаш қалайсыңдар, Бізге келген үміткеріміздің Шәкен аты да өте ерекше, серке тартқан. Менің атым серке тартқан. Азан шақырып қойған атым серке тартқан, бауырым тыңдап алсын, әкемнің аты өгіз тартқан. Құдай қаласа маған бір піл тартып ұлтып береді, қатын керек. Мен қатты іздеп келіп отырмын. 8 минутта уақытым жоқ. Үйдегі мал сойып дайындалып отыр. Құдай қаласа. Ар жағында насырып отырған отыр. Сабира, арманың орындалды. Енді серке тартқанға деген қандай сұрағың бар? Мен сұрағым бар. Сіз қай жерде жұмыс істейсіз? Неде? Қай жерде жұмыс істейсіз деймін? Қаяқта сөйлеп отыр, көрсем бола ма да бұл? Серке тартқан. Не? Сізге Сабира қай жақта жұмыс жасайсыз деп? Еш жерде жұмыс істемеймін мен. Осы ауылдан шыға беріс жерде Құдайға шүкір Қорқыт станциясында 4 пазендан бар. 4 пазендан бар, 2000 қой, 200 жылқым бар. Қазақта деген сөз бар. Асық ойнаған азар, топ ойнаған тозар, бәрінен кішісі мал баққан озар дейді. Мал бақсаңдар сәресте жұмыс істеп. Сабира? Тағы бір сұрағым бар да. Мысалы мен еркемін да, менің еркелігімді көтересіз ба? Шырағым, сен сияқты асаулардан аузын айырып жүген салып жайда шатқан мен не айтып тұрсың сен? Айжырайым аузын де! Маған айырам деген ұнап жатыр ше? Сәлсізді айырам. Серке тартқан? Сонау жерден ат артып келгеннен кейін Сабираға деген бір сұрағыңыз бар шығар, ойыңыз бар шығар, пікір білдіресіз ба? Сұрақтан бір таң қалатын нәрсем бұл бағдарлама 3 сағат болады екен ғой. Тура әбет уақытында болады. Мен бір таң қалатын нәрсем бар да, осы Сабира сөйлесе телевизордың бәрі дүт деп қала береді. Мен талай телевизор лақты жөнді станциядан деп быт шығып кетті ғой. Мен жауап беріп өтейін, я? Мен ол кезде бір әңгімені айтып жатырмын. Аузын айрада қатын екенбір ше. Серке тартқан? Кім есіңіз келеді сіздің? Не деп Маша ханым. Маша ханым, бір ыза болған, тура біздің ауылдың сиырлары ұқсап.
Bir kulağınızı sıra takmapsız ғой. Айналайын, сендер айтқан, бұны біздің қалада мода дейді, енді сіздер малмен мал болып кеткеннен кейін білмейтін шығарсыздар. Опа! Онда біздің ауылдың сиырлары сіз сияқты модамен жүреді десеңізші. Модный сыйлар деді. Мода сиырлар. Ал Ақерке, мына екі малға, ой, екі мал деп қой, екі құдай қаласа жүк болайын деп отыр. Не пікір айтасың? Менің үміткерге сұрағым бар. Аты кім деді, не тартқан деді? Ешін тартқан. Сенге тартқанға сұрағым бар. Қазақтан мақал бар. Атың шықпаса жер өрте деген. Сіз атыңыз шығарайын деп келдіңіз бе, жоқ әлде Сәбираны жақсы көріп шынымен келдіңіз бе, жоқ әлде пиар үшін келдіңіз бе? Ей, изолятор. Пиар, сәбіз деген түсінбеймін. Маған көп бар, бәйге жайретсей, не айтып отырсың сені? Онда тағы бір сұрағым бар. Қазақта мақал бар. Отан оттан да ыстық дейді. Сәбира қаланың ерке қызы. Егер үйленіп жатсаңыздар, Сәбира қалада тұрам десе, қалаға көшіп келер ме едіңіз? Сенікі артық или кем дейміз. Кем. Есің дұрыс па, изолятор? Қармақшылары 2000 қоймен 200 жылқыны Қызылорда айдап барам мен, өздері сені ақсылар ғой. Не айтып отырсың сен? Кем болмаса байыз кем. Мен мыналардың жүптің еш шығып тұрған жоқ. Мен айтсам, жүптің еш шыққан жоқ, малдың еш шыққан. Біздің бағдарламаға келіп түскен қоңырау бар екен. Алло? Алло, Иә, көке, тыңдап тұрмыз. алло, Иә, тыңдап тұрмыз. алло, естіліп тұр ма? Иә. Бұл хабарласып тұрған оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласынан Әрсемет деген көкелерің. Маша қызым айналайын, бұл бағдарламаларың не тәрбие, не өнеге береді жастарға, бәрімізді ұл қыз өсіріп отырған жандарымыз айналайын. Анау қатысып отырған тепсе теп өсетін жігіттер, өзіміздің қарагөз қарындастарымыз, қыздарымыз отыр. Ол заманда бұл заман қыздың жігіт іздеген, қыздың бай іздеген қайдан көрдіңдер сендер, Мөңке бидің бір сөзі бар. Ақыр заман болғанда су тартылар, қарап тұрған жігітке қыз асылар деген. Менің ақылым тыңдасаңдар, бұл бағдарламаны жағыңдар қарақтарым. Алло. Байланысты үзіп жіберген жақсы болды. Кім? Қақтан дедің, Машабай? Түркістан қаласы деді. Көке, менің атымда сізге бір жылға отвечаю, ергегенде, бетке айтты, разговор жоқ. Сәбира? Мен шыбықташамын. Тамаша, именно вы? Сіздердің қошеметтеріңізбен. Ей, жануар, алтайдың сені азбайтқан деген. Болды, все, алам мен. Серке тартқаннан Сәбираға деген романтикалық сыйлық бар екен. Бека? Ешек. Ешек емес, кіріңіз жүріп, магазинге бардым да, Сәбира сыйлық бір деп, осыны деп, құсайды ғой деп. Рахмет. Мен сыйласу білмесе барам Ей, дейші. тоқта! Нәлесің сыйласу деп? Отырайсың, чатағын. Жаным алдыма түсей, мен сенімен қой қорада қойлардың арасында сырласқан жақсы. Қаламайын бағдарламасында Бит биле. Artık kendi. Kendi o. Ötken muzlu dubleydi var. Kendi muzlu dubleydi var. Бұл мода. Бит билеуге ыңғайлы. қаламайын бағдарламасында бұндай оқиға болған емес. Бірден үйленіп кету деген, енді біз жұлдызды қонақ шақырдық. Бірақ жұлдызды қонағымыздың келуге духы жетпеді. Шәкен мен Сәбирадан таяқ жеп қалам деп қорықты. Нәби, сенің бір хикаяң бар еді айтам деп қоймайтын. Рахмет Масахан, мен осы жерде тікелей эфирде ішімдегін айтып алсам бола ма?
Ұяңда не көрсең, ұшқанда соны көресің деп атам қазақ айтқанда мен әке шешемнен болсам соны айтқым келді. Өлең айтсайшы, жылан деген өлең айтсайшы. Senden çalmaygan Bu bir geçten yalnız Mümkün emes kaygan Koymay şaygan Oralganca kaygan Biden alыс ketpedip Özgelerden baygan Baygan, aygan, aygan Olcan Kulümde Әйелім төркініне кетіп қалды. Жаман әбіршіп кеттім. 2 сағат болып кетіп қалғанына. Маған айтады, бұл жерді таста қайынжыққа барайық дейді. Мен айтам, сонда күшік құя болып жалғыз әкем тастап қайда барам десем. Түсінбейді ғой, енем екеуі 2 жағынан миымды жеп қойды. Алло? Алло. Шырайгүл қойшы, Шырайгүл қойшы. Енді саған жүр дедім ғой, өзің ғой бармаған, не дейсің енді? Сен бағана келем дедің ғой, неменеге кимеймін деп алсың, әйел адам байық сөйлеген жараспайды ғой, қойшы. Басың қатырмыш. Шырайгүл қойшы, мен сенсіз өмір сүре алмаймын, неге түсінбейсің сен? Енді жүр дедім ғой саған. Ашыратпа телефонды. Шырайгүл, болды. Болды. Жетіп бітті.
Егер келмейді екенсің, қазір секіріп өлем, болмаса қарным жарып өлем. Хикаяңды айта бермеші. Қойшы, Шырайгүл, қойшы. Неге түсінбейсің сен мені, Шырайгүл? Шырайгүл жоқ екен. Естідің ба давай? Шырайгүл мамаңа телефонды бермесең, оң дауысын естімей ақ қолым істемей қалады ғой, Шырайгүл. Сен неге түсінбейсің, мен сенсіз өмір сүре алмаймын, мен айналдырып жібердім ғой, Шырайгүл. Тамақты өзім істеймін, кірді өзім жуам, үйді өзім жинаймын, қасымда болшы, Шырайгүл. Мен қалай әкем тастап кетем деймін ғой, мамаға жөні түсіндіріп айтпай, Шырайгүл. Қазір мен еркек басыммен көзімнен жас шығамын, сенің көзіңнен неге жас шықпайды, сенің жүрегің жоқ, Шырайгүл. Қойшы, қасымда болшы. Мен саған қашан қайтамын, сенсіз өмір сүре алмаймын деп неге түсінбейсің? Неге түсінбейсің, жалғыз айдап тастап қайда барам мен, Шырайгүл, денім сау бас. Мақым Шырайгүл, кейін қалғызым жақсы. Сен шешең емшектен сағанда бүйтіп жыламаға салсың. Ананың омырауынан ажырағанда бүйтіп жыламаға салдың. Не болды? Не болды? Жұмыстағылар ғой. Қандай жұмыс? Бұл жұмыс демейді ғой. Бұл таза ауаның директоры ғой. Бұл таң алакөңнен бастап телефонын алады дағы, інгеннен айырылған ботақ ұстап боздайды қатынын іздеп. О заманда бұл заман қатын үшін жылаған еркекті бір рет көріп тұрмын. Шырайгүл кетіп қалды ғой, әке, Шырайгүл кетіп қалды ғой. Шырайгүл кетіп қалапты, ол үйде болып пе еді ол? Ол үйде болып пе еді? Бағана 2 сағатқа келіп кетті ғой. Әдемі болып кетіпті ғой. Иә. Ана Шырайгүлдің келін бар. 4 күн аялдады келін болып түскен екен. Одан кейін түрін көрген жоқпыз. Мен бұған айтқан. Мынау теңімен, тезек қабымен өзімізге тең семья Базарбайдың қызын ал деді. Мені тыңдамай байдың қызын алдым. Байдың қызын алып тықпай бұл оған тиді. Базарбайдың жаман қап-қара қызын айта бермекші маған. Жеме, сен әппақ па едің сен? Әке, сіз бар ғой, сіз Шырайгүл түсінбейсіз. Ол біздің үйге үйренемей жүр ғой ол. Не дейді? Үйренемей жүр дейміз. Не аламыз бұлда? Сен қатынды үйрету үшін еркек жалдаймыз ба? Еркек үйретіп бердім. Мынау қатын үйренбей жатыр. Цирка жалдаймыз ба? Не аламыз? Әке, неге түсінбейсіз? Мен Шырайгүлсіз өмір сүре алмаймын. Мен оған өзім ғашық болып қалдым ба, менің жүрегім ғашық болып қалды ғой. Өзі ғашық болмаған, жүрегі ғашық болып қалған. Ілгерінде бір жігіт үйленіпті. Мынау сияқты бір жігіт үйленген. Басында көрінді. Ілгерінде бір жігіт үйленіпті, қолында қарт анасы бар екен. Тамақ асауғанда келсе, тамақтың тәтті жерін, тамақтың жұмсақ жерін қатынына береді екен мынау ұқсап. Қатын жанды береді, анасына бермейді екен, қатынына береді екен. Бірақ қатын ақылды екен, отағасы тамақтың жұмсақ жерін, тәтті жерін маған бермеңіз. 9 ай сізді көтерген, омыртқасы үзілген әзиз анаңызға беріңіз дейді. Сөйтсе жігіттерді ұрып алды. Сөйтсе жігіт айтады екен. Сен менің жүрегім сүйіп қалған, жер бетіндегі періштем сенсің, анаға хақет, қолым саған әрең жетіп жатқанда анаға хақет деп мынау ұқсап тыңдамайды екен.
Әйелі ақылды екен күндердің күнінде айтыпты күйеуіне. Мен сізбен ажырасам. Неге? Өйткені анасын құрметтемейтін ер азамат маған керек емес. Ертең сізден туған бала да мені құрметтемейтініне көзім жетеді. Мен сізбен ажырасам деп ажырасып кетеді. Күндер өтеді, жылдар жылжиды. Bir күні bir керуен келе жатыр дейді. Керуеннің басын домалаған анамызға ұқсаған, жүзіне нұр тамған бір анамыз бастап келе жатыр екен. Керуеннің жолы болғаннан кейін бір қарт қария қайыр тілеп отыр екен, қайыр сұрап. Анамыз байқап қалып, көшті тоқтатып, ұл қыздарым, келіндерім, күйеу балдарым, көшті тоқтатыңдар. Неге? Мына жолдың бойында бір міскін отыр, қайыршы. Астандырып, тамақтандырайық деп көшті тоқтатып. Ана қайыршы шалға тамақ береді. Дастарханның басында жаңағы қайыршы хатқа қарап анамыз айтыпты. Сіз мені таныдыңыз ба депті. Сіз мені таныдыңыз ба депті. Қария қалжыраған жоқ, танымадым. Мен сіздің баяғыда ажырасып кеткен келіншегіңізбін. Баяғыда ажырасып кеткен келіншегіңізбін. Сізден кейін анасын сыйлайтын, анасын құрметтейтін иманды жігітке күйеуге шықтым. Негізге таппай тумайды екен. Менен туған ұл қыздар да әкесіне тартып анасын сыйлайтын болды. Мені осы керуен басы қылып, алақанына салып, әлдейлеп әкеле жатыр депті. Қарияға сұрақ қояды, сіздің жағдайыңыз қалай болды? Қайыршы қария қалжыраған, сізден кейін мен де үйлендім. Бірақ мен сол әйелін жақсы көргенімді қоймадым. Менен туған балдар да ұқсамасаң тумағыр, маған тартып бәрі қатынын жақсы көріп кетті. Сөйтіп мені күндерді сыйдырмай көшеде тентіреп жіберіп кетті. Сен тентіреп қаласың. Тентіреп қаласың. Қойшы баласы оңбағанда өзінің. Хайуан, дәрет су ішкен қақтан ғой. Кеше түнімен ішкен. Артына қарамай арақ ішіп, зәһәр ішіп. Түнімен ішкен су ішіне көріп ішіп ақтың. Іше бір, сенің арағынан таза ғой. Дәрет су мынаның арағынан таза. Жалғыз ғой. Қарғайын десем жалғызым. Қарғамайын десем жалмауым. Пенсиялыңыз ба әке? Типтеме беріңіз. Шырайымды уақылайшы. Сен таңда. Қатыңды таңда, мені таңда, әкемді таңда. Әке, мен сізді жақсы көрем. Ал. Жақсы көрем. Ал. Бірақ шырайымды одан да жақсы көрем қойған. Нан тәтті ма? Жан тәтті ма? Болмай. Бұндайлар ұрмауыр көшіп қапы көріп. Әке, келмеңізді әкеп беріңіз. Әкеп беріңіз, келмеңіз. Келмеңізді әкеп беріңізші. Әкелмейін. Әкеп беріңізші. Бұл жалғаннан қатынсыз өтсем де әкелмейін. Әкелмейін. Қатынсыз қалай өтемін? Қатынсыз қалай өтсем солай өтемін. Әкелмейін. Әке. Bir de bırakın kalkın. Çıktın. Kayın cüklü geldi, baylar geldi, bay odalar geldi. Anlar konuda yenesi geldi, çıldı atası geldi. Gaz körüstü.
Қалайсыз құда? А, Қалайсыз, амансыз ба? Elhamdülillah. Құдайге ассалаумағалейкум, қалайсыз Қалай? құдайға? Көрмей кеттіңіз, көрмей кеттіңіз. Aldınız, aldınız. Senin bir kaynada. Oy aynalayın, göreceğiz. Olsun kelin senin sese östüp kalın. Karamayın. Karamayın. Buna kelin kiyim mi? Kelin degen keng etek köylek kiyip, basına ağzalığını tartıp, Tanrı'nın dede suğundan ısıtıp, ata esselam desin. Sırağın yedi dünyanın baktın, nesli desin. Köpçesa desin. Buna kelin bak. Karamayın. Olur sözün uyatı yok. Bundan karasam, mınav bugün benim oyumu getir. Karas. Şariatta ayda tam dinin aslında şeytan yatar. Mınav kelin kiyimim var. Sırağım kelin degen keng etek köylek giyip. Mınanı koşuydu tanımayın erkek alıp kaçıp getir. Mınanı karamayın tabii. Karasam kıynalıp kalam. Kempir yok kıynalıp kalam. Ne oldu da? Köpçesa. Ne oldu? Ne oldu? Kansadı kansopçuda. Sırağım kansosulaş öldü mü? Kansosulaş. Kansadı kansop. Den aydan bosapçuda. Toxta. Kalay Men endi payg'ambar jasına kelgende xalqın qalaşqın Nursubayım. Bularda bir öğlet koy. Erkeği varsa öğlet. Erkeği var, erkeğinin jürüsü. Ya, еркегі тұрғызғы не болыпты? Ye. Мен не айтам қосу үстіне қосыламын. Qo'shilarni to'yda tursinbasa. Dedigan. Xudo. Yerli zaytning o'rtasida esik etgan tushun. Mana qarasiz. Yerli zaytning o'rtasida esik etgan tushun. Xudoy qo'shdi. Mana mishiqqa chiqqanday qilib qo'shay. Sheshuvni tabay. Sheshey. Құдайге, мен шынымды айтайын ба? Iya. Құдайге, басында бір чемодан киіммен келгем құдағиыңызға. Құдайға шүкір қарным тоқ, 3 мезгіл жем суын беріп бірақ жаман емеспін. Құдайге, мен ештеңе шеше алмаймын. 50-ден асқан соң әйелің мамаң болады деген рас екен ғой. Мен бұл кісінің баласы болып қалғанмын, Құдайге ештеңе шеше алмаймын. Мен сразу айтайын. Şişe ben. Şişe ben. Sen öz şalvarlıkta özüm şişemeysin. Ya, öz şalvar özüm şişemeyim. Mına şişesi şişim, kedisi kiyip, prikip. Sen asıradın, sılsa asıradın ne belirtirsin. Çiğim sögüm versek oluyor da. Al ses kuda verken. Mına sizin ses istemiyorsun da. Al ses. Құда. Al. Kansadı kansop құda. Kansosulaş. Gördün mü kansosulaş. Benim kızım Al. sizlerge köyge tigen. Niye gördü? Ne dedik? Köyge tigen niye gördü? Niye görmüş gözüm? O sıraftayım. Ne gördün? Niye görmüş gözüm? Yen болмаса. Anau şurada konup da bak dem almay mı? Dubai'ga, Gabai'ga bak dem almay mı? Bu da karışakırak degende şirk etkene kepelerinizde basqa. Niye gördün? Tamaқты oşa kadar ağa isteydi eken. Şaydı dalaga sabahıga koyad eken. Masqara ужас. Әжетханаға далаға барады екен. Не дейміз? Енді не ağlar? Kokunu yarak belik mi? Ne ağlar? Paydında zekinde canımızda oturacak mı? Bu ağıllık tırşılığı, ağıl aralaz, koy aralaz. Kazan oşağımız sırtta ata babanın salgı destürü. Жұрттың бәрі сендер сияқты бай ма? Жоқ, ең болмаса, курортқа, Дубайға, Гавайға барып дем алмай ма? Қандай курорт, қандай Гавай, қандай Дубай. Маған ақша берсе бір арманым Меккеге барсам деймін. Егер менің пұлым болса, Меккеге барып табанымды шешемін. Құдағай, біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Шырағым,
Menin pulum bolsa Mekke'ye gabayım emas, Mekke'ye barsam deyip. Ne aytpayсың Şırak? Құда, менің тоқытыр сөзім, Иә. мына үйлеріңізді тастап, менің үш этажды особнягыма барлығымыз бірге барып тұрамыз. Ya. Canım, Kübalar canım. Çılama canım. Mendey sendey bolğanmın, sendey mendey bolasın canım, bolarsın. Bolarsın emes, bolup turur. Saçlar uçsak, mırt koysa bolur. Oy Allah. Sevlerinde şekpanma. Kaynatasının toprağından bolup da bu. Saçlar uçsak karışın. Mırt koysa aynı ne var dedi. Ey Kudagay. Şırağım. Hazır densauligim asa bir жақсы емес. Енді қартайған шағымда шаңырағымды келіп, байлықтарымды көрсетіп, менің мазамды алмаңдар. Қазақ айтады, қара шаңырақтың отын өшірме. Қара шаңырақтың отын өшірме дейді. Атадан жалғызым мен қалдым. Менен қалған өшірген жұмыртқа қалды. Енді қартайған шағымда пәленше бай құдасының үйіне көшіп кетті деп қармақшылықтар күлер. Рас қой. Қара шаңырағын тастап, отын өшіріп, бай құдасының үйіне көшіп кетті деп қармақшылдағы ағайындар күлер. Шырағым, Құдағай сен үшін кепе шығар. Ал мен үшін бұл ата-бабамның жамбасы деген, әке-шешемді ожалғанға аттандырған киелі шаңырақ. Мен тірі болсам бұл шаңырақтың отын өшірмеймін. Егер болмайтын болса, бордай тұрайық. Қайтеміз. Жазмыстан олымыз жоқ. Қайтеміз. Жоқ, құда. Мына келіндеріңізді не жаманшылық көрдіңіз, а? Келін! Келін бабылау! Ей, Шырағым! Жақсы әйел бойын түзеп сылақтайды. Өз байына басқаны ұнатпайды. Үйіне мейман түссе қош келдім деп, еш адамнан рұқсат сұратпайды. Жаман әйел байымен ұрсады. Мейман келсе қабағы тырсады. Бұл үйден шай ішкенмен оңбассың деп, мейман байғұс басқа үйге жылысады. Жақсы әйел дәулетіне саған айтпам. Кейде ана шалген бір асыраған балаға тимейміз. Шалген бір қолында бола. Еркелетіп жіберген. Саған айтпам. Жақсы әйел дәулетіңе жөн көтереді. Жақсы әйел дәулетіңе жөн көтереді. Қатының долы болса күнде жүреді. Ал енді жақсыдан жаман туған бала болса, атаға үйде жатқан сөз көтереді. Басқа не көтереді? Аташка, жақсы әйел, жаман әйел, какая вам разница? Бізбен жүрсеңізші Дубай, Гавай, Құданбай. Зачем Қарашаға? Менің ақылды тыңдаңыз. Жүріңіз бізбен. Қарашаға. Бұл менің шопырым. Енді қалған шопырдың ақылды да өлді. Мен бұны еліңдеген кәбі келінің ізеген деп тұрмын. Ей, Шырағым! Менің мазамды алмаңдар. Бала міне. Арқам өзінде. Шығарсың ба, не? Меңзің болып отырмай. Шығарсайын ба? Бала міне. Арқам өзінде. Алсаң алып кет, Шырағым, менің мазамды алмай. Ой,
Ya bu senin gözün ağam da da. Şuttuk abray, bizden abray, sumaray. Tiydi dedim ben olsun. Valla Arman'ın balası tiydi ha. Kayda doğmadı bunu. Енді өзіңіз емес пе анау? Әкеңе ұқсайтын біреу тап, әкеңе ұқсайтын біреу тап. Жаным, өзім туып алғам. Мен туып алам қойып. Жоқ құда, мына жерде біз адам тұратын жер емес қой а. Менің қызым келін болып түскенде айттыңыздар. Бұл жер скоро центр болады. Бұл жер центр боламын дегенше. Менің қызым кемпір болады ғой. Бұлардың Астана центрда біздің қармақшылар үшін центр емес та. Қармақшылар халық емес, бұлар халықта. Қармақшылар садаға кетті. Ауылда садаға кетті. Сен де ата-бабаң ауылда туған шығар. Шырағым, мазаны алмаңдаршы. Барама алып кет. Барасыңа біздің үйге? Барасыңа дейді біздің үйге. Бәле! Саған айтады, бізге тиесің ба деп. Тиісі кетті ғой. Енді о заманда бұл заман күйеу ұзатқанды көрмелік. Күйеуді ұзатып көрейік. Артыңа қарама. Тастай батып судайсың. Құрасың да, бар. Кәде. Haydi. Көке, ассалаумағалейкум. Көке. Қалайсың көке? Жағдайыңыз жақсы ма? Ой, дәурен қалай? Амандасың ба? Көршің дәурен деген сөз. Құдалық шақырасыз ба көке? Ал, Құдалық шақырасыз ба? Сыртта топыр машина тұрған. Абырай ағам құдалық ба деп. Шынайын ақылы. сен не естімедің ба? Ыбырай ағаңды ұзаттық. Ыбырай ағаңды ұзаттық. Бай жерге тиді. Шыранбайтын жерге кетті. Мынаны қой. Ыбырай ағаң бай жерге тиді. Ыбырай ағаң қазір қармақшыда жоқ, далайға кетті. Ыбырай ағасы қазір. Мынау көршім дәурен деген. Құдайы тоңсын салмағын баласы. Шешесі менің кластасым. Кезінде маған тиді, мынан әкесіне тиді. Ол бастайынан тудым. Мына дәурен деген бір 1000 болыр бала. Әркімнің тойына бар. Қатындар келіп көрді. Әркімнің тойына барып, састырнайын алып барып, әркімнің тойында, құдалығында өлең айтып, ақша табар. Сөйтіп жалғыз әкесі мен жалғыз анасын асырап жатқан 1000 болыр бала. Енді Құдай оңысы болғаннан кейін көшенің бойында кеше жақын әңгімелесем, сосын армандаймын ғой. Арман деген қанатсыз құс дей ма? Армандаймын Құдай қаласа пенсиямды іздейіп, Ыбырайдың құдалығын шаңыраққа шақырсам, дәурен, мына шастырмайыңды аккордеонды әкеліп құдаларға ән айтып деуші едім. Жаңа толқын машина болғанға ойлаған ғой, құдалық шақырып жатыр. Ұзаттық қой, құдалығы алды. Қазақ айтады.